Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда алмұрт жеміс ағашының бұтақтарын қырқу жайлы айтамыз. Одан алдын сіздер каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді мынау алмұрт жеміс ағашы 3-4 жылдан бері жеміс беріп тұрған жеміс ағаш. Енді бұны күздің күндері білінбеуі мүмкін, бірақ енді жаздың күндері бұл қалың болып білініп тұрады. Қазір күз мезгілі болғасын жапырақтары түсіп білінбей тұр. Енді осы нағыз жеміс ағаштарын бұтайтын уақыт. Енді бұның мынандай кедергі жасап тұрған ортадағы бұтақтарының бәрін алып тастауымыз керек. Бұлар енді өскен кезде кедергісін жасайды, және ауа айналымына кедергісін жасайды. Сонымен бірге бұған энергия күштеп бөлініп, жемістердің, гүлдердің, жемістердің жаңағыдай уақытынан бұрын жерге түсіп қалып, сондайларға алып келуіне де үлкен зиян тигізеді. Адамдар айтып жатады, жемістеріміз піспей уақытынан бұрын жерге түсіп қалып жатады, алма ағаштарының. Осындай энергияның бәрі осындай бұтақтарға да бөлініп кетіп, жемістеріне күш алған, топырақтан алған күштері жетіп бармауы мүмкін. Осындай кедергі жасаған бұтақтарды кесіп аламыз. Мінекей мына біреуін жаңа кестік. Мінекей тағы біреу бар ортада. Осындайлардың бәрін алып тастаймыз. Бұлар кедергісін келтіреді. Осындай. Мінекей, мұнда да біреу бар екен. Кедергі келтіріп тұрған. Бұлар енді қайшымен алуға қалыңдау. Оны енді арамен кесіп ала береміз. Ешқандай зиян жоқ. Мінекей. Астынан шыққан бұтақтарды алып тастап отырамыз. Ортасындағы бұтақтардың бәрін алып, араларын сиреттік, көріп тұрғаныңыздай. Мұнаны алып тастаймыз. Бұл да кедергісін жасайды. Осындай жеміс ағашыңыздағы бір-біріне тиіп, кедергі жасап тұрған бұтақтардың бәрін кесіп алып тастаған дұрыс болады. Бұл енді жаңа айтқандай, көктемде энергия бұған бөлінеді, және де ауа айналымына да кедергісін жасайды. Енді бұндай бұтақтарды алып тастағаннан кейін энергияның бәрі, күштің бәрі жемістерге, гүлдерге бөлініп, жерге түспеуіне де өте үлкен көмегін тигізеді. Енді мұның бәрін алып болдық. Енді қарасақ, бұл енді 3 метрден өтіп баратыр. 3,5-4 метрге жақындаған бойы. Енді бұның жоғарысындағы центральный бұтақтарының да ұшын қырқамыз. Бізге енді жоғары қарай кете бергеннің керегі жоқ. Өсуін тоқтатып, оған кеткен энергияны жеміске, гүлдерге жіберуге көмегіміз тигізуіміз керек. Мінекей мынау өсіп, жоғарысындағы өсіп жатқан центральный бұтақтарының ұштары, осылардың ұштарын қырқамыз. Мінекей. Ұшынан қырқып алып тастаймыз. Мінекей. Бізге ары қарай бойға қарай жібере берудің қажеті жоқ. Энергияны күшті төменгі бұтақтарға жіберуіміз керек. Яғни жемістерге, гүлдерге. Бойы енді 3 метр болса, бізге жеміс ағаштың бойы 3 метр болса жарайды. Өсіп бара тұрған мінекей центральный бұтақтарының ұштарын шабамыз, қырқамыз. Мінекей достар, осылай жеміс ағаштарыңызды, алмұрт ағашыңызды осылай бұтасаңыздар болады. Ортасындағы кедергі жасап тұрған бұтақтардың бәрін алып тастаймыз. Сосын жаңағыдай көрсеткенімдей жоғарыдағы центральный өсіп бара жатқан бұтақтардың ұшын қырқып, кесіп алып тастаймыз. Күштерінің, энергияның бәрі жемістерге бөліну үшін. Осылай жеміс ағаштарыңызды бұтасаңыздар болады. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.